Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді, жұмсақ, сүзбеден жасалынатын ватрушки деп аталатын тоқаштың рецептісімен бөлісемін. Қарап тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындауларыңызға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, шекер, ашытқыны салып араластырып, бетін жауып, ашытқы әсер еткенше қалдырамыз. Содан соң шым-шым тұз, сұйық май, жұмыртқаны қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнды аз мөлшерден қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр әдемі шығу үшін міндетті түрде ұнды осылай елгезектен өткізген дұрыс. Қолға жабыспайтындай болған кезде қамыр дайын, жұмсақ болады. Осындай, енді бетінен кішкене сұйық майды құйып, жан-жағына жағып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымыздың пішіні ұлғайып, көтеріліп, әп-әдемі болып ашыды. Енді осы қамырды алып, бірінші сопақ етіп жасап, 10 шақты бөлікке бөлдім. Бірдей болу керек. Сол кезде тоқашымыз өте әдемі болып шығады. Енді осы қамырды дөңгелетіп алып, май жағылған немесе пергамент төселген табамызға салып шығамыз. Аралары алшақтау болу керек. Себебі бұл қамыр әлі көтеріледі және ватрушканың формасын келтіреміз. Содан бетін шашықпен жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Ал енді сүзбемізді дайындауға кірісеміз. Ол үшін сүзбемізге 1 жұмыртқа, шекерді қосып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Менде сүзбе осындай ірі болғандықтан міндетті түрде езу керек. Ал енді міне дайын көріп тұрғандарыңыздай. Қамырымыз көтеріліп, әдемі болып, дайын болып тұр. Енді стаканымызды алып, оның түбін міндетті түрде ұнға батырып, қамырдың дәл ортасынан басып шығамыз. Сүзбені салу үшін ұнға батырған себебіміз стакан қамырға жабысып қалмауы керек. Сол себепті. Ал енді шет-шетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Тек шетіне ғана жағамыз. Қызарып әдемі болып пісу үшін. Ал ортасына сүзбемізді 1 қасықты толтырып салып шығамыз. Сүзбенің дәл ортасына қалауынша жидектерді салсаңыз болады. Содан қызып тұрған пешке 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, менде тура 20 минутта пісті. Әркім пеші әртүрлі. Пештеріңізге қарай пісіріп аласыздар. Өте жұмсақ болды. Міне арасын мына жерден көрсеңіздер болады. Арасы да жұмсақ болып піскен. Өте әдемі. Сондай бір дәмі де нәзік. Рецепт ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Рахмет.